Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен бірге дәмі ауызда еритін өте керемет болып шығатын сүзбелі рогаликтердің рецептісімен бөліскім келіп отыр. Ендеше соңына дейін менімен бірге болып, арнама тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп алуды ұмытпаңыз. Ең алдымен бізге сүзбе қажет болады. Мендегі сүзбе дүкендікі және бөлме температурасындағы еріп тұрған сары майымыз қажет болады. Содан соң үстінен қантымызды салып, шанышқының көмегімен аямай жақсылап езгілейміз. Сүзбелі рогаликтеріміз рецепт бойынша дайындасаңыздар, бір жасағаннан-ақ мінсіз болып шығады. Сол үшін осы рецепт бойынша міндетті түрде дайындап көруге кеңес беремін. Ал енді ұнымызға қопсытқышымызды қосып, сол бір ыдыстың ішінде жақсылап араластырып аламыз. Ұнымызды 2 немесе 3 бөлікке бөліп, жаңағы сүзбелі массамызға салып отырып, жақсы жұмсақ қамыр илейміз. Әркімнің ұны тығыздығы әртүрлі болғандықтан мен шамамен жазып кеттім. Ұнның мөлшерін өздеріңіз көріп, 2-3 бөлікке бөліп отырып, қажетінше илеп аласыздар. Ең басты қамырымыз осындай жұмсақ болып шығу керек. Иленген қамырымызды пакетке салып, демалдырамыз. Демалып болғаннан соң пакетімізден шығарып, теңде 2 бөлікке бөлеміз. Мінекей дәл осылай бөліп аламыз. Ал енді бір бөлігін алып қойып, үстінен ұнымызды сеуіп отырып, қамырымызды жаямыз. Қамырымызды қатты жұқа немесе қатты қалың қылып емес, орташа қалыңдықта жаятын боламыз. Мінекей осындай. Енді қамырымызды бірнеше бөліктерге бөліп аламыз. Дәл видеодағыдай етіп. Салмасына қалауларыңыз бойынша әртүрлі заттар қоссаңыздар болады. Мақ қоссаңыздар болады, қант немесе варенье қоссаңыздар болады. Әрине әркімнің өзінің қалауы бойынша. Немесе салмасына ештеңе салмай қойсаңыздар да болады, себебі рогаликтің өзі өте дәмді болып шығады. Енді кесілген қамырларымызды рогаликтің формасына келтіреміз, дәл видеодағыдай. Дайын рогаликтерімізді противенімізге пергамент қағазын төсеп орналастырамыз. Бір жұмыртқаның сарысына 1 шай қасық сүтімізді қосып, жақсылап араластырып, рогаликтердің бетін майлап жағып шығамыз. Жұмыртқамызды жағып болғаннан соң, қызып тұрған 180 градус пеште 20 минут аралығында пісіріп аламыз. Мінекей достар, біздің рогаликтеріміз өте әдемі, сүп-сүйкімді болып пісіп шықты. Енді әсемдік үшін бетіне қант ұнтағымен сеуіп шығамыз. Бұл әрине міндетті емес. Достар, осы сүзбелі рогаликтерді жасап көруге кеңес беремін, өте дәмді болып шығады. Жасап көріп, үй іштеріңізді қуантыңыздар. Менімен бірге соңына дейін болғандарыңызға рахмет. Арнама тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, комментарий бөліміне өз ойларыңызбен бөлісе отырыңыздар.